намаз бізге мұқтаж емес. Пайғамбар алейхиссалам тақуалық жайында бір сахаба келіп, я Расулаллах, тақуалықты үйретіңіз дегенде, Пайғамбар алейхиссалам оған ашуланба деді. Және не істейді дегенде 3 мәрте ашуланба деді. Одан екінші сахаба келіп, я Расулаллах, тақуалықты үйретіңіз дегенде, анаңа жақсылық қыл деді. Және дегенде 3 мәрте анаңа, 4-шісіне әкеңе жақсылық қыл деді. Одан үшінші біреу келіп, я Расулаллах, тақуалық дегенде, көршіңмен жақсыстыр деді. Демек Пайғамбар алейхиссалам әр адамның әлсіз жерін білді, сол әлсіз жерге тақуалықтың дәрісін берді. Ал таң намазға келу, құптан намазға келу, ол бәрімізге ортақ мәселе. Дәл сол таң намаз үйде оқысаң да болады, сауап аласың. Бірақ жамағатпен мешітте оқысаң, оның сауабы көбейеді, 27 есе артық. Бірақ ол тақуалықтың бір белгісі деп айтқан жоқ. Мешітке келіп оқу бәріміздің міндетіміз, ортақ мәселе.